Сәлем достар, мен арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен ыдыс керек. Таза ыдысқа жұмыртқамызды салып, және де араластырамыз. Және де осылай араластыра отырып, шекерімізді саламыз. Шекерімізді аз-аздан салып, ерігенше осылай шайлап араластырамыз. Және де 20% қаймақ қосамыз. Қаймағымызды қосып, тағы араластырамыз. Осылай араластыра отырып, майымызды құямыз. Және де алдын ала електен өткізілген ұнымызға бір қасық содамызды салып, ұнымызды жай-жайдан салып араластырамыз. Ұнымыз түйір болып қап кетпеу керек. Әбден араластырасыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай тестамызды шығарып аламыз. Енді қалған ұнымызды да салып араластырамыз. Осымен тестамыз дайын. Осы тестаны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей қылып бөліп аламыз. Осылай бөліп алдық. Енді біреуіне какао саламыз. 2 қасық какао салып, әбден какаоғамыз араласқанша араластырамыз. Осылай тестамызды шығарып аламыз. Тестамыз дайын. Енді біз мендегі поклан деген кондитерлік қағазды алып, осы ыдысымызға орналастырамыз. Май жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Мен жақпай істеп жатырмын. Жабыспайды. Енді тестамызды осылай бір-бірлеп құйып шығамыз. Осылай құйып шығамыз. Сосын алдын ала қыздырылған пешке 150 градусқа 50 минутқа пісіріп аласыздар. Енді спашканың көмегімен осылай зебра пирогының өрнегін шығарып аламыз. Өте керемет көтеріліп, ажурный болып піседі. Ортасы керемет болып піскен. Осылай жасап көріңіздер зебра пирогы. Пирогымыз пісті. Өте керемет. Арасы да үлпілдеп, воздушный болып үлпілдеп шыққан. Керемет пісіп шығыпты.